Assalamu alaikum agayın. Salamатсызбы көрөрман. Бүгүн көл касиеттүү көл жөөгүнө келип Чолпон атада жүрөбүз. Чолпон атага келген сайын биздин кыргыз казактын рухий алтын көпүрөсү Мухтар агабыздын мына үйүнө, музейине кайрылбай кетпейбиз. Жакында эле өткөндө эле мына татыктуу Мухтар Абызовдун татыктуу уулу дагы биздин досубуз, бир тууган агабыз Мурат Абызовду жерге бердик. Өткөндө ал боюнча да айттык эле. Мына бүгүн келип ошол кишинин короосунда өзү тиккен 9 кайың, мына 9 ак кайың өзү тиккен. Мукаңдын өз колу менен өзү үй салдырган. Анан бул жерде Саламат, Манат деген карындаштарыбыз, ушул эже карындаштарыбыз карайт канча жылдан бери. Дурус го, эми дурус. Себеби Маданият министрлиги өзүнө алып айлык төлөп атыптыр. Биз канча жаздык, канча проблема деп. Бирок биздин дагы кыргыз турмушу, Кыргызстандын иши алга жылып аткан бир далили ушу короодон көрүп сүйүнүп атабыз. Эми мени көчөтөн кубанткан бул Куран окуп бүгүн кичине белгилеп, аш жасап, палоо жасап, нан алып келип Куран окуттук, эскердик. Анан кечээ ушул жерде бир үлкөн ажайып жолугушуу болду. Биздин да бир боорубуз өзү кесиби боюнча темир жол кызматкери, инженер, анан дипломат, элчилик кызматтарды аркалап жүргөн мына Эсекең. Эсен рахмет деп атын коюп атабыз, рахмет деп чоң аталарыңыз экен. Эмки жаңы чыккан китебиңизге ушул атты кое турган болуп калдыңыз. Биз бата берип койдук. Анан Эсекең менен жолугуп мына өзү мыкты бир зор казак, кыргыз, жалпы эле түркий алемине теңдеш ушу жакшы теманы алып жүргөн экен. Жанагы өзүнүн өз оосунан угалчы. Эмне деген иш жасап атасыз? Азыр эмне максат көздөп жүрасыз? Эсеке өз айтсын. Ассаламу алейкум. Көрөрмен, менин де ошо Ысык көлгө келетін жыл сайын сапарым бүгүнгө осы муражайда, Мухтар атамыздын муражайында бір рухты азаматпен танысып отырмыз. Ол енді кыргыз халкына таанымал азамат. Ол тааныстыгыма мен өтө кубанып отурмун. Енді мен айта кететиним, бұл муражайга келгенде Алладан гана бир гана тилек сурап едим. Осы Мухтар атамыздын библиотекасында Мағжан атамыздын бір өлөндөрү бар ма деп, сол издениспен келип едим. Издениспен келип, жанагы бир талай китаптарын карап чыгып, сыртка чыкканда осы саяжайда агамызбен таанышып калдык. Таанышканыбызга кубанычтымыз. Рахмат, өзүңүз тамам болуңуз. Алла амандык берсин, кыргыз халкына бейбитчилик берсин. Баскарып отурган башчылар осы кыргыз халкын әлемге танытатындай улуу толгалар болсун. Амин. Жастарга тарбиялык мәнинде мен өзүм осы казак жастарына тарбиялык мәнинде бір жакшы бір китап чыгаруу деген ой арманым эди. Ол бүткүл өмүрдөн өткөн неше ғасырлар жазған ақындардың жинақтарын рухты тәрбиелейтін өлеңдерді жинау мақсатым. Сол мақсатта Алла қаласа соны бітіретіндей аздай уақытым қалды. Алла қаласа сол кітап шығып жатқанда осы ойымда жүрген сол кітап неге қырғызша, неге түрікше, неге Тұран мемлекет Тұран деген тақырыпқа тіреліп, сол Тұран тақырыптағы ұлттарға неге аудармасқа? Болбос. Ол мақсатым. Жакшы. Жакшы экен. Мына Эсекеңдин биз деле көктөн истегенибиз жерден табылып, мына эки жөн бул дагы улуу жараткандын буйругу, Алланын буйругу да эле сиз менен биз табышып аткан. Бизге дагы ошондой аба менен суудай мекенчилдик деген сезим, биринчи, элдүүлүк деген сезим, өзүбүздүн рухий тамырыбызга кайтып келүү деген күн тартибинде турат. Мына биздин президент Садыр Жапаров биринчи креслого отурганда нарық насилді өркүндөтүү, өнүктүрүү деген указ чыгарган. Мына указдын үстүндө эми канча адистер иштеп атат, биз болсо эркин эле ошону өзү алдыбызча баягы мурунку замандын көчмөн доордун аксакалдардын тарбиясын көрүп калган. Ошолор зарлап өттү, эгемендик деп. Биз ошону жасап атабыз. Эсекең ошол үлкөн мындай милдетти аркалап биз сүйлөштүк. Алматыга да бара турган болдук. Бияктан китептерди которуп, эми ансы да которулуп атат, бирок бизге жаңы хан куюлгандай болуп атат да. Аны жеке өзүбүз аткара беребиз. Биздин милдетибиз адамдык, кыргыздык, казактык, жалпы боордоштук ишибиз деп түшүнөбүз да. Ал енді Дүйсен аға енді бұл ойға
серп беріп, маған деген енді күш беріп, сіздердің жаңағы тілектеріңіз, жаңағы мына аталарымызға жасап жатқан құрандарды бағыштап жатырсыздар. Соның түгелі ол енді қырғыз қазақ бауыр бір екендігін, ата бабамыз бір екенін көрсетеді. Сондықтан да біз ұлт болып отырып, ұлттық өз тілінде сөйлеу, ол парыз, әрбір болашақ ұрпаққа, болашақ жастарға мені шығармам, Алла қаласа, бұл тәрбиелік мәні. Бұл жастарымыз жаңағы ақындардың өлеңдерін арқылы өз-өзін тәрбиелейтін. Сондай деңгейге шығып, мемлекетіміздің болашағын нығайтуға себеп болады деген үміттемін. Бәрекелді. Енді қазақ бауырым айтмақшы енді деп баштайлы. Мына бізде екі Мұхтар болды. Қазақ қырғыздың көпірөзі болды. Мұхтар Аузов албетте, андай Мұхтар Шаханов деген. Шу Мұхтар ағабыздың бірін білетілем, мен жатқа айтып берейін. Улуу тоодой тулғалуу туған жердің ұлдары. Силер менен бір таштап қырғақ адам, силер бар да келген жоқ мұңдамаған, талаң мына талдырған құш қанатын, бабаң мына кеңдігін бұлғабаған. Қайран бабаң арылбай үйің достон, сый болып тұр сенің бұл сыйыңдашқан, досың түгіл мына ол дастарханың қасыңа да жататқа жиылбастан, таманыңдан тағдырдың сіз өткөндөн, ызат туға қарапсың ызат менен, пейліңдің келендігі ушул белем, ешігіңді еш құлпы күзөтпөгөн, көзіме нұр ойма қиял чачқан, мекенімде мұңайсам сүйалбастан, сенден туылған ұлмын деп бұл дүйнөгө, қан типтике қараймын уялбастан, айлар қалып жылдардан озот елес, атадан қы балаға мазақ емес, дастарханын жибаған бабалардың қайран салтын жойғандар қазақ емес дейді. Қайран салтын жойғандар қырғыз емес. Ошон үчүн бір болсын, аманчылык болсын. Жакшы, келиңиз.